Ал сіздерге тапсырам. Жақсы операция сәтті өтеді ғой. Қазіргі таңда пациент ұйықтап жатыр. Операцияны дұрыстай өткіземіз. Сіз талай ақша бердіңіз, сондықтан да операция жақсы болады. Уайымдамаңыз ешқандай да. Жақсы, сіздерге тапсырамын. Мен сыртта күтуім керек қой. Әрине, енді сіз кірмейсіз ғой. Қызыңызды қадағалап, бетіне операция жасаймыз, бетін тартып, яғни миына дегендей миының точкаларына операция жасаймыз. Қызыңыздың миы істеп кетуі де мүмкін, бір жағынан істемеуі де мүмкін. Сондықтан да күтіңіздер, енді біз бірдеме қылып істетеміз ғой. Жарайды. Бізге маза бермеңіздер. Ал операцияны бастайық. Енді барынша тырысамыз. Пациентке кигізейік, маскасын шешіп тастайық ең алдымен. Жата ғой. Тұрып кетуі мүмкін, әбден, сондықтан да абайлауымыз керек. Ал ендеше бисмиллах деп бастайық. Дәрігер, қызым қалай болды? Операция әрине сәтті өтті, бірақ та дейтін қызыңыздың миы если нақты істемей қалса, онда бір ай комаға жатқызып, бір айдан кейін тағы операция жасаймыз. Сондықтан да дұғада болыңыз. Әрине, мен қаншама дұғада болдым. Енді қызы көріп кетсе, яғни оның көз дұрыс көрмейтін, нашарлап кеткен, миы істеп кетсе, барлығы жақсы болушы еді негізінде ше. Жарайды, көре жатырмыз. Ол жағын мен нақтысын білмеймін. Оны главный врач біледі. Бірақ та маған ол главный врач айтқан болатын, то что бір ай комада жатса, тағы да бір рет операция жасаймыз. Сонымен сондай болады деп айтқан болатын. Тезірек өтіп кетсе екен бұның барлығы. Жарайды, енді мен басқа пациенттерді тексеруім қажет. Жалпы айтқанда 1-2 сағаттан кейін тұрса, значит, ода миы нақты істеп тұр деген сияқты, операция сәтті өтті деп айта берсек болады. Ал если 1-2 сағатта тұрмаса, онда бір ай комаға жатады. Мә тұрып кетсе екен. 1-2 сағаттан соң. Саған не болып қалды? Күрт өзгеріп кеттің ғой. Мен істе кетсе екен. Мен қай жақтамын? Қызым? Қызым, сен мен істе кетті ма, дәрігер? Бергеніңіздерші. Айта беріңіз, не болды? Қызым тұрды. Саған бұл дейтін күшті жаңалық емес па? Стоп, мен қай жақтамын? Уайымдама, қызым. Сен кімсің? Мен сен әкенмін. Қызым, уайымдамаңыз, ол ақырындап тани бастайды. Ол қазіргі таңда ми істеп тұр, бірақ та ол кішкене танымаушылық деген болып тұр. Менің миым нормально істеп тұр, мен маскам шешіңіздерші, не болып кетті? Жарайды, сен өз атыңды білесің ғой? Менің атым Айдана. Міне өзін біле бастады. Қызым, сол мен тезірек танып кетсе екен. Не деп жатырсыздар, қойыңыздаршы. Тоқта, масканы шешейік. Қызым, мен сен нақты түріңді көргім келеді. Мен саған, қызым, сен өте әдемі болып кетіпсің ғой. И так мен әдемімін, қойыңыздаршы, қашыңыздаршы, не болып кетті? Қандай жер, мен түсінбей жатырмын. Тоқта, қызым. Немене мен қызым дей бересіздер, мен шашым неге ужас болып кеткен? Қызым, ол ештеме етпейді, оны істетіп аламыз. Ертең парикмахерге апарам сені, барлық жерге апарам. Жүріңізші, мен сізбен бөлек бір сөйлесейін қызыңыз жайлы. Сен осы жерге отырады, жарай ма? Жарайды, бір сабыр дейікші, ладно. Тез келіңіздерші, бірақ та. Қызыңыз тұрып кетті, оның енді дұрыстауыңыз керек, киімдерін дұрыстап, нақтылап нетуіңіз керек.
Әрине істеймін ғой, қызым үшін бәріне барамын. Және де менде ақша жоқ болып тұр да әзірше, не істесем болады? Ой, ақшаны біз береміз ғой, біз қол ұшынан көмектесеміз. Шын ба? Мәссаған, жақсы болды ғой онда. Иә, жақсы болды. Енді қашан жазылады қызым? Мен тез жазылып кеткенін қалап тұрмын. Ол жағын уайымдамаңыз, тезірек жазылып кетеді. Жақсы болды, тез жазылып кетсе, мен қатты қуанып екеуміз қызым екеуміз жүрсек, және де мен әйелім бар еді, олар мені тастай кетті. Яғни қызым аңқау болған кезде олар мені тастай кетті. Өкінішті екен. Жарайды, қызыңыз жазылды ғой, самый главный. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қызым маған қашан әке деген күтіп жүрмін ше. Уайымдамаңыз, ол нақты есін жиған жоқ. Қазіргі таңда біз танымай тұр, яғни қай жақ екенін білмей тұр. Біз оған кәдімгідей ұзақ уақыттық операция жасағандықтан сондай күйзелістер болады. Жарайды, сізге көп рахмет. Жоқ, главный врач келеді, соған рахмет айтыңыз. Жарайды, осыншалықты ақша төлесем де сіздер результатын көрсеттіңіздер ғой. Иә, енді біз дәрігеріміз міндетімізді істеуіміз керек дегендей. Жақсы өтті деген ойдамын. Міне өзі главный врач та келді. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Сізге көп рахметімді айтамын. Мен қызым ми жұмыстап кетті. Мен планировать еттім, бәрін мен өзім жасадым. Сіздерге де рахмет айтамын. Енді, бұл енді платформа бізде өте ұзақ болды деп айта аламын. Кәдімгідей ұзақ болды. Мен үшін өте қиын болды бұл жағынан. Бірақ қызыңыздың жазылып кеткеніне өте қуаныштымын. Мен деген кезде масканы шешпей жүретін себебі бактерия кіреді, анау мынау болады. Иә, түсінемін ғой, сізге көп рахметтер. Иә, оқасы жоқ енді, бұл менің міндетім ғой, қанша дегенмен. Жалпы қызыңыз қазір қандай болды? Қызы жақсы болып қалды, бірақ біз танымай тұр да. Ол жағын уайымдамаңыз, бір-екі сағатта өз есін жияды. Бір күн өткен соң. Әкешім, сізге көп рахмет осындай жерлерге әкелгеніңізге. Жарайды қызым, сен жазылғаннан бері мен қатты қуанып жүрмін. Жарайды, ары қарай барайықшы. Жарайды, жүре ғой. Ана қыз жазылып кеткен ба не? Стоп. Фариза? Марат? Фариза, сен аяқты не істеп жүрсің? Менің атым Марат емес, потом Самат. Мен не қыласың? Мен киім алып жүрмін қыздарыма. Қыздарым, бір қызым курсқа түсті, Аллаға шүкір. Сен ағыз жөндеткесің бә? Әкешім, бұл кім? Сөйлеп кеткен ба? Жаным ол. Не ол сонша өзінше жаның ашып, әшейінде тиісіп менің қызыма. Анан қарашын, сәп-сау болды. Қалғайшы, бұл сауғыпсаны сен. Оны не қыласың сен? Не жақ шатағың бар? Кет жары. Әкешім, бұл кім? Қызым, болды, қоя ғой, жарема, бұл ешкім емес. Кетіңдер, жай сұрауға да болмайтымды. Әкешім, бұл кім соншалықты? Ой, қызым, менің бұрынғы отбасым ғой. Бұрынғы отбасы? Не? Қызым, қорқпа, ол дегенде мен таста кеткен, яғни ол кезде сен ауырғансың. Сол ма? Соларда бір нервті елтіріп, еще мен таста кеткен, мен аңқау болған кезімде маған ұрысқан есінде ғой. Қойшы, есінде ма? Енді миым істеді ғой, содан кейін есте қалады, папа. Жарайды, қызым. Осылайша олар бақытты өмір сүріп кетеді, және де жаңа отбасы тауып алады. Сіздерге ұнады деген ойдамын, бұл соңғы бөлімім. Всем пока-пока. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Актив көтеріп жүрейік.